Өте жылдам жасалатын дәмді пирогтардың бірі восточный пирогты қабыл алыңыздар. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен жұмыртқаға қантты қосып араластырамыз. Маған шанышқымен ыңғайлы, сондықтан шанышқы қолдандым. Сосын бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды салып тағы да араластырамыз. Сосын ұнға разрыхлительді қосып араластырып, массамызға қосып қамыр илейміз. Қамыр бізде өте жұмсақ, нәзік қамыр болып шығады. Бетін жауып немесе пакетке орап, 1 жарты сағат шамасында холодильникке қойып қойсаңыз болады. Формамен 22 диаметрлі форма. Қамырды формаға жайғастырып алып, ішіне салмаларын саламыз. Грек жаңғағын жуып, осылай бөліктерге бөліп алдым. Мейізде жуып кептіріп аламыз. Өзіңіз қалауынша көп, аз сала бересіздер, нақты грамы жоқ. Осындай кураганды турап алдым. Қойылатылған сүтмен де диповский түрін қолданамын. 1 құтысы маған 2 пирогқа жетеді. Егер қатты тәтті қаламасаңыздар, аздау салсаңыздар да болады. Қысып тұрған пеште 180 градуста 30 минут шамасында пісіріп аламыз. Әбден суыған соң ғана кесіңіздер. Өте дәмді болып шығады, қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Умида.